іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің қазақ орта каналы. Видеоның басымен сіздерді қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Енді бүгінгі видеода біздер жаңа лига қосылды. Тағы бір достар айта кететініміз, біздің лига жабылып қалды. Оны іздемей қойсаңыздар болады. Өз басым лигадан шығып кеттім, сондықтан да басқа лигаға кірдім. Енді бізде тотста жаңа событие. Бұл событие бізде неміс Бундеслигасы, Бундеслига дейді былайды. Енді Германияда жасайтын, Германияда ойнап жүрген топ ойыншылардан жасақталатын осы тотысқа бізде енді басымен жатып осы жерде испытание подбор команда деген болады. Осы жерде сіздер ойыншыларды алмастыруға болады, және де қазіргі уақытта усиление қосыпты. Енді бізде бірінші бұл жерде Санчо Боруссия Дортмундта өте керемет өнер көрсетіп жүр. ПВ позициясында өте келеді достар, бұны көтерсеңіздер. Енді бұны 103-ші рейтинг көтерсеңіздер өте керемет болады дейм. Жылдамдығы да келеді сәйкес міне. Осылай өте керемет характеристикасы, ускорение, выбор позициясы, дальний удар жақсы, подкруткасы өте керемет, владение мячем де жақсы екен, дриблинг де жақсы. Тағы да қарайтын болса, енді бұлар әдеттегідей және де усиление навыксты ұнап тұр. Сіздерге кеңес берем, мүмкіндіктеріңіз бар, алуларыңызға. Енді біз келесі неге өтетін боламыз. Бұл жерде бізде бұл не қалай айтуға, бұл жерде сіздер режимі, басқа режим Бундеслигада. Енді бұл жерде Бундеслиганың ойыншылары жоқ, сондықтан да бұл жерде Португалия елінде ойнайтын спортинг қалай айтуға лигасы, Португалия лигасы осындай ойыншылар бар. Олар қарапайым, сондықтан да өте керек деп ойлаймын. Және де бұл жерде бізде резервистларды басында бізде Горецка тұр. Горецка өте жақсы. Бұл жерде ЦОП позициясында характеристикасы да жақсы. Бұлай болады. Бокс деген усиление жақсы усиление достар, сіздерге айта кетейін. Бірақ ЦОПқа өте бұған разрушитель деген келеді. Енді бізде бізде резервистерларды Крамарич дейді, второй нападающий деген бұлай келеді ойыншылардан, бірақ қазір уақытта бұлар көп бағаланбай жатыр. ПП позициясы бұлар түсінікті. Маған енді көбінесе осы Комын ұнады. Комын жақсы, бұлай позиция. ЛП-да ойнамаймын өз басым, енді бірақ та үйлесетін ойыншылар. Дэвисті қараған едім, бірақ ортаңға ойыншы болып қалды менің ойымша. Сондықтан алуға кеңес бермеймін. Қалғандары енді сол баяғыша қалған. Керек емес деп ойлаймын. Тек сіздерге бағасын сатуға. Енді сондықтан да біз бүгін 5 баға ашатын боламыз. Осылардың ішінен барынша бағаланбағанын сатып жіберетін боламыз. Және де ойыншыларды осындай лига қосатын боламыз. Ойнап көретін боламыз деген болады. Бірінші пагымыз бізде көрек. Бұл жерде Дэвис шықты, енді 90-шы рейтингті. Өте жақсы Дэвис. Тағы да көреміз. Екінші паг бізде. Екінші пагтан қараймыз. Кімдер шығады екен? Бұл жерде бізде тот жасап алайық. Және де 91-шы рейтингті Арнольд дейді. Өте жақсы. Көбінесе мастерлер шығып жатыр достар, көрдіңіздер ғой, 2 пактан. Енді 98-95-тер шықса өте жақсы болатын еді. Тағы да 3-ші пак жоқ. Собат 89, 90 деп болатын өз. Енді соңғы 2 пагымыз алды. 2 пактан қалай болады екен бізде көрек. Бұл жерде усиление навыков жақсы, керек. Және де соңғы пагымыз кімді алады екенбіз. Енді көрек. Бұл жерде 300.000 монета түсті. Енді осылай 5-ін аштым. Және де бұл жерде біз энергия аламыз. Осындай билет аламыз. Оны артына ала қоярмыз. Енді барынша ойыншылар түспеді. Өкінішке орай. Енді сіздер көбінесе жазып жатсыздар, 5 дана қай ойыншыны алуға болады деген сияқты.
бізде енді бұл жерде балық тұр, қазір оны айтатын боламын. Балықты да мүмкіндіктеріңіз бар, алуларыңызға өте жақсы. Цап позициясында мен өз басым цаппен ойнаймын, бірақ дриблинг деген жақсы, өте керемет усиление навыков. Баспен де ойнап қояды, көрдіңіздер достар. Бойы ұзын болмаса да болады ортаңға. Енді Шонштайгерде мүмкіндік жоқ деп ойлаймын. Және де бұл жерде Герреро бар. Осы қорғаушы да жақсы, міне қазірден бастап ойнап келе жатсаңыздар алуға кеңес беремін. Және Герреро бар. Сабицерді, Костич өте жақсы деп айта алмаймын, бірақ ортаңғы ойыншылар қазіргі уақытта біз енді басынан бастап ойнап жүрген жандар болса, бұлар түсінеді деп ойлаймын. Біз жерде Киммихті айта кетуге болады. Киммихті де алуларыңыз алады. Енді бастап жатып ойнап жатсаңыздар, события біткенге шейін Киммихті алып мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бізде Безданат 99-шы рейтингтегі ойыншыларды алуға болады, мүмкіндіктеріңіз бар. Әрі кетсе енді самосветтеріңіз жетіп жатса, екі ойыншы алуларыңызға да болады. Енді мен кеңес бермеймін, өз басым Мануэл Нойерді алуға деген сияқты. Қазір уақытта көбінде Куртуа немесе Донорума бар деп ойлаймын, 98-ші рейтингтегі. Андре Силва дейді, Айнтрахтта өнер көрсететін ойыншы. Болашақ Роналду есептеген еді осы ойыншыны, бірақ та қазір көрінбейді, бірақ Бундеслигада өте керемет үздік ойыншылардың арасында жүр. Гол соққан ойыншылардың арасында өте көп гол соғып жүр. Бундеслигада көтеріліп жүр десек те болады. Енді бұл жерде 100-ші рейтингтерде Холланд бар, өздеріңіз білетіндей Боруссияның. Бірақ енді бұл ойыншының характеристикасы да өте жақсы болады, осындай ойнауға да. Бірақ усиление навык маған үйлеспейді, сондықтан бұл ойыншыны өзім алмаймын. Және де Томас Мюллер де бар. Бұл жерде 108 жылдамдығы дейді. Дальний удар, мұндай керек емес, өзім айттым, достар, дриблинг деген позицияға үйлеседі цаптың. Енді соңында бұл жерде Левандовский, 101-ші рейтингті өте жақсы характеристикасы болады. Міне керемет, өте жақсы болады. Бірақ маған енді осы усилениялар ұнамайды. Қатты ұнамайтын, бәрі келіп тұрады, бірақ усиление навыксы ұнамайды. Оған мен артық ақша жұмсағым келмейді, сондықтан да бұл ойыншыны мен алып, тағы да алдағы уақытта жақсы ойыншылар шығады, сондықтан олардың второй нападающий деген усилениялар шығып жатса, ұнап жатса, соларды алып қою мүмкін. Енді бірақ білмеймін, өздеріңіз ұнап жатса, Баварияның жанкүйерлері бар, қолдайтын, сондықтан алып жатады. Болады енді ойнауға, бірақ енді усилениесіне қарамай алып жатсаңыздар болады. Осылай достар, кішігірім видео түсірдік. Енді магазинде ондай бір не жоқ, лам бар, бірақ кумирлердің ол ақша тұрады, өкінішке орай. Осылай достар, кішігірім видео, және де құттай болсын, баг ашып кеттік, мүмкіндігіміз бар деп, бірақ та енді ешқандай не орындалмады, сондықтан да болады, енді 90-ші рейтингті алып, сондықтан да реніш болмасын достар. Видеоңызға алдағы уақытта жақсы видеолар шығуға тырысатын болады. Видеоңызға лайкпен және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал достар, сау саламатта болыңыздар.